Вақафатил малаикату аля кулли бабин мин абуабил масжид дейді. Мысалы, мешітте бірнеше есіктер болса, кейбір мешіттерде бір есік, кейбір мешітте екі есік, үлкен мешіттерде 4-5 есік болуы мүмкін. Мысалы, жұма күні болған кезде Алла Тағала тарапынан арнайы елші періштелер келеді. Қызметі не нәрсе? Әрқайсысы сол мешіттің есіктерінің қасына тұрады да, қолдарында парақ пен қалам бар дейді. Фаяктубуна ман жаа илал жума. Жұма намазына келгендерді жазады. Әл-әуәлә фәл-әуәлә. Бірінші пәленше келді. Ерінбейді. Екінші пәленше келді. Үшінші пәленше келді. Төртінші. Жұмысты қараңыз қандай болып отыр. Анау нешінші келді? Төртінші ме, бесінші? Жоқ, ондай нәрсе оларда. Олар Карим дейді Алла Тағала. Қате болмайды. Алла Тағала солай жаратқан, сондай тапсырманы берген, сөйтіп жазып жатыр дейді. Жазып жатыр жаңа аттарды. Сондықтан сендерден біреу мән иза жаа илал жума, жұмаға келетін болса, ихтасала ғуслал жанабати, жұма күні кәдімгі жаңағы бойда рәтсіздіктен алатын ғұсылды құйынғандай құйынса, сөйтіп роха иля масжиди фиссағатил ула дейді. Әуелгі сағатта келсе, жұма күні әуелгі сағатта келсе, ол көбіне енді біздің қазіргі өлшеммен бірінші сап. Кім соған келіп үлгерсе, кәәннама құрраба бәдәна, бір түйе құрбандыққа шалды деп жазылады. Уәмен роха фиссағати сәния, екінші сағатта, онда екінші қатар дей беріңіз да, мысалы, өзімізге жаңағы мотивация болу үшін. Сонымен келді, кәәннама құрраба бақаратан, бір сиырды құрбандыққа шалды. Кім үшінші сағатта келсе, кәәннама құрраба кәпшін, бір қошқарды құрбандыққа шалды деп жазылады екен. Сөйтіп осының бәрін жазып атады. Кім төртінші сағатта келсе, кәннама құрраба дәжәжә, ол да есепке алынады да, бір әтешті тауықты құрбандыққа шалды. Кім бесінші сағатында келсе, кәннама құрраба байдатын, бір жұмыртқаны садақа қылып, Раббысының дидарын іздеді деп жазылады екен. Хатта иза хараджал имаму, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху мысалы жаңағындай үйі мынандай жерде болса, бүйтіп шыға салатын құтпаға нәжеге. Имам нәжеге шыққан кезде періштелерді қараңыз. Мына жерге шығып, құтпаны айтуға дайындалып жатқан кезде, сол кезде олар тауатис суфуфа, жаңағы парақтарын бірден жабады. Дахалат тасмағу аз-зикра, әл-хутбата дейді. Жаңағы құтпаны, яғни зікірді тыңдауға кіріп кетеді мешіттің ішіне дейді. Құтпа аяқталғанға дейін, намаз аяқталғанға дейін. Көрдіңіз ғой? Осы нәрсені өзіне назар салыңыздар, өйткені құтпа деген нәрсе, сол құтпа үшін жұманың 2 ракағаты, мысалы 5-нен 2 ракағат алынған. Өйткені ол деген негізгі нәрсе, өйткені сол жерден әкету керекпіз. Мынандай уағыздардағыдай, мысалы, пайдалы нәрсеңді әкетесің келесі жұмаға дейін. Тапсырмаңды аласың да, жаңағы уағыздан неден мысалы айтайық. Аллазина ястамиунал қаула фаяттайбауна ахсана дейді ғой. Яғни имам сөйлеп жатқан кезде жаңағы уағыз айтылып жатады, сол сөздерді тыңдаған кезіңде дейді, соның ішіндегі толық тыңдап, сосын ең жақсысын амалға алып кет дейді өзіңе. О, мынау менде жоқ, мынаны амал істеу керекпін деп. Басқа ниетте отырма дейді жерде. Ақыл иелері ғана осылай істейді дейді Алла сол аятта. Міне сондықтан сол нәрсе Абу Умама деген сахаба жеткізеді осы хадисті. Сонда Абу Ғолиб деген жаңағы табиғин сол кісіден сұрайды. Мына хадисте менің түсінгенім дейді, кімде-кім жаңағы лайса лиман жаа бада хуруджул имами жумға, сонда имам шығып қойғаннан кейін кірген адам мешітке қағазға түспеді ғой енді. Сол жаңағылар қағазды бүктеп қойды ғой парақтарды. Сол адамда сонда жұма жоқ па дейді, жұмаға сауабы жазылмай ма дейді. Сонда айтады, бәлә жоқ, олай емес мәселе. Валакин лайса мимман юктаб фи суху, бірақ тізімге аты түспей қалғандардан дейді. Осы нәрсе қалайсың ба, қаламайсың ба, қорқасың ба, ұяласың, бәрі болып жатыр. Осы қағаздар солай келеді.
Көр періштелерге деген иман қалай? Олар әрдайым сол біздің үстімізге Алла тағала, олар да адал. Олар да мұсылмандарға өте адал.